Сәлеметсіздер. Қара біздің мектебіміз қандай күшті. Оған үкілер салды. Пляжа стилінде. Сәлем достар. Бейнебаянымыздың басынан байқағаныңыздай, қаламыздағы Санас халықаралық мектебі туралы болмақшы. Мейірімді бол, өзгеге жанашырлық пен түсіністік таныт. Қауіпсіз бол, әр ісіңде қауіпсіздікті басты орынға қой. Құрметті бол, өзгеге ізетпен және сыйластықпен қара. Жауапты бол, әрекетің мен оның салдарына жауап бер, деп мектебіміз ұрандатады. Әр өткен күн тарих демекші, 12 тамыз біздің жанұямыз үшін, әсіресе жанұямыздың мүшесі, кіші қызымыз Зарина үшін өте маңызды күн болды. Себебі Санас халықаралық мектебі осы күні алғаш мектеп табалдырығын аттағалы тұрған балапандар үшін ашық есіктер күнін жариялады. Үйімізден алыс емес жерге ауысты. Бір жақсысы, ал былтырлары үлкен қызым. Бейнебаянымыздан байқап отырсаңыз, мектебіміз үйімізден қашық емес, бар жоғы 7 минуттық жерде ғана орналасқан. Міне соны көрсетіп келе жатқан сәтім. Үлкен қызымыз Тамирис бұл мектепке былтырдан бері барып жүрген. Ол кезде мектебіміз өте алыста орналасқан еді. Норвегияның оқу жүйесіндегі заң бойынша, егер мектеп баланың үйінен 4 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан болса, онда мемлекет тарапынан балаларға ақысыз түрде мектеп автобусы ұсынылады. Ал биыл мектеп үйіміздің қасына көшіп келгесін, біздер бұл автобусты қолдана алмаймыз. Мектебімізге жақындап келе жатырмыз. Бұл енді жаңа көшкен ғимарат болғандықтан көп нәрселер әлі жасалмай жатқан шығар. Оған да кешіріммен қараймыз. Бастысы балаларымызға осы білім ордасында жақсы білім алуына көмектессе. Hello. Morning. Мектепте ұйымдастырылған алғашқы ашық есіктер күні не айтылды? Осы бейнебаянды соңына дейін қараңыздар. Бұл бірінші сынып үшін арнайы ұйымдастырылған ашық есіктер күні сағат таңғы 9-дан 10 аралығында болды. Бағдарламасы ата-аналарға алдын ала электронды пошталарына жіберілді. Енді презентацияның өзіне өтейік. Сағат 9 бен 9:20 аралығында бірінші сыныптың сынып жетекшісі Джессика ханым өзін және қасындағы басқа мұғалімдер мен көмекшілерді таныстырды. Әр мұғалім өзін таныстырып, балдармен жасаған тәжірибелері туралы айтты. Сағат 9:20 мен 9:40 аралығында балаларымызды көмекшілер ойнайтын бөлмеге алып кетіп, ата-аналарға сынып ішінде қалуларын сұрап, барлық қажетті ақпараттармен слайд арқылы таныстырып, сұрақтарға жауап берді. Барлық IB, яғни халықаралық бакалавриат бағдарламалардың мақсаты ортақ адамзаттық құндылықтарды және жерімізге деген ортақ жауапкершілікті сезіне отырып, халықаралық көзқарасы кең, ізгі ниетті адамдарды тәрбиелеу. Осындай жандар әлемді бұрынғыдан да жақсы әрі бейбіт етуге атсалысады делінген. Яғни мектебіміз халықаралық бакалавриат бағдарламасымен оқытылып жатқан мектеп болғандықтан, осы бағдарламаның негізгі тұстары көрсетіліп, IB бағдарламасының мақсаттары айқындалды. Мектеп ережелері де таныстырылды. Ол ережелер тек мектепте ғана емес, сонымен қатар үйде де, сыртта да орындалса, қоғам үшін өте қажетті азамат өсіре алатынымыз айтылды.
күнделікті сабақ кестесі берілді. Бұл кестеде балаларға снэк кезі, яғни жеңіл-желпі тамақ жейтін кездері болады. Сол кезде пайдалы тамақ салу керектігі баса айтылды. Мен осы презентация кезінде егер ата-ана балаға жеңіл ас ретінде, яғни снэкқа торттың бір бөлігін салса, баланың энергиясы алдымен жоғары қарай самғап, кейін тез төмен түсіп, баланың келесі сабақтарға деген ынтасы нашарлайтынын айтты. Және айта кететін бір жай, Норвегияның балабақшасы мен мектептеріне оқушылар әрқайсысы үйден өзіне түскі тамақ дайындап алып келуге міндетті. Және жұмыс жасайтын ата-аналар үшін 2:15 пен 4:30 аралығында мектеп жанынан опциялы түрде ақылы қосымша сабақ болатыны да айтылды. Осы оқу жылында басты фокуста не болады? Тілді меңгеруден оқу, жазу, тыңдау және сөйлей білуді, математикадан 0 мен 100 аралығындағы сандарды санай білу, қайталанатын өрнектер, жүйелер, пішіндер 20-ға дейін қосу мен азайту, қиындықтарды шеше білу қабілетін қалыптастыру, зерттеу бөлімінен жаратылыстану және қоғамтану. Ол сабақта сезім мүшелерімізді зерттеу, белгілер мен таңбаларды зерттеу, мерекелер мен дәстүрлерді зерттеу, айналамыздағы орындарды зерттеу, материалдар мен олардың қолданылуын зерттеу, тірі ағзаларды зерттеу сияқты түрлі зерттеулерді үйретеді. Мектепке қандай киім ала келу керектігіміз айтылып, оқу құралдары мектептен берілетіні құлақ қағыс етілді. Мектепте байқап отырсаңыз, киім үлгісіне еркіндік берілген, яғни мектеп формасы жоқ. Норвегияда жаман ауа райы жоқ, тек қолайсыз киілген киім бар деген мақалаға сүйеніп, мектебіміз әр мезгілде сол мезгілге тән ішкі және сыртқы киімдерді кигізу керегіміз ескертілді. Себебі балаларды ауа райына қарамастан сыртқа шығаратындықтарын айтты. Балалардың туған күні қалай атап өтіледі деген сұрақты да қамтыған екен. Себебі жылына бір рет келетін мейрамды кейбір балалар атап өтуді жөн көреді. Туған күнді атап өтудің 2 түрлі жолы бары айтылды. Біріншісі сыныптың ішінде, яғни таңғы уақытта туған күн иесіне қағаздан жасалған тәж кигізіп, ортаға отырғызып, құттықтап өлең айтылады. Қалауымызға қарай үлкен емес торт, шырын, стакан, қасық пен тәрелкелерді алып келуімізге болатындығы, бірақ тортты міндетті түрде бөліктерге кесулі дайын күйінде алып келу сұралды. Немесе ондай шараны ұйымдастырмаса да болатындығы айтылды. Екінші жолы мектептен тыс жерде, яғни шарамызды өз қалауымызша мектептен тыс жерде өткізуге болады. Ондай жағдайда сыныптағы барлық қыздарды, егер қыздарды шақыратын болсақ, және тек ер балдарды шақыратын болсақ, еш ер баланы бөліп жармау керектігін сұралды. Еш бала өзін ортасынан бөлініп қалғанын сезінбеу керек деп дөп айтылды. Барлық мектепте болып жатқан ақпараттарды білу үшін күнделіктің прототипі болып табылатын Toddle деген қосымша арқылы білуге болатындығы да айтылды. Егер қандай да бір себептермен баламыз мектепке бара алмаса, мысалы сырқат себебімен дәрігерге баратын күні, немесе 1 мен 3 күн аралығында басқа себептермен бара алмаса, онда сынып жетекшісіне жазып, ескерту арқылы, ал 4 пен 10 күн келе алмаса, мектебіміз бен ата-аналар арасындағы байланыс құралы болып табылатын Toddler қосымшасына, бұл күнделік қосымшасына ұқсас, соған жазып ескертуіміз қажет. Себебі бала ешбір себепсіз сабақтан қалуға тиісті емес. Денсаулығына байланысты 2 күнге дейін ескертусіз сабақтан қалуына болады. Ал егер 3 немесе одан да көп күн келмесе, онда дәрігерден анықтама алып келуіміз керектігі айтылды. Оқушылардың мектепке тағып келетін смарт сағаттары мен телефондары туралы да сөз қозғалды. Әр оқушы қалауынша ұялы телефон немесе смарт сағатты мектепке әкеле алады, бірақ оны сабақ кезінде қолдана алмайды. Себебі мектепке кірген бойда мұғалім сөмкелеріне салып қоюларын талап етеді. Сабақ біткен соң оқушы сөмкесінен алып, кері тағып алады. Ата-аналарға мынандай ескерту жасалды. Сабақ кезінде балаңызға қайта-қайта телефон шалмаңыз. Нағыз шұғыл шаруа бола қалған жағдайда мектептегі қабылдау бөліміне хабарласуыңызды сұрап, қажетті телефон номерін байланысы берілді.
Әр оқушы жылына 2 рет LED конференс, оқу, білім беру және дамулары бойынша ата-ана мен мұғалімдерге өз беттерімен конференция өткізеді. Мұндағы мақсат Student-led Conference, яғни Learning, Education and Development, бұл оқушы, ата-ана және мұғалім қатысатын конференция. Оқушының оқу барысы мен мақсаттары талқыланатын кездесу. Дәстүрлі ата-ана мен мұғалім кездесуінен айырмашылығы, бұл жерде оқушы өзі жетекшілік етіп, өз жұмысын таныстырады. Оқуындағы жетістіктеріне ой жүгіртеді және болашақ мақсаттарын айқындайды. Бұл жерде оқушының қандай жауапкершілігі болатынын айта кету керек. Оқушы өз оқу жолына деген жауапкершілігі мен иелік сезімі күшейеді. Біріншіден, өзін өзі бағалау. Оқушылар өз жұмыстарына талдау жасап, мықты және жетілдіруді қажет ететін тұстарын анықтайды. Болашақ оқу мақсаттарын белгілейді. Коммуникация жағын айта кетсек, оқушылар өздерінің оқу барысын ата-аналарына және мұғалімдеріне жеткізеді. Бұл барлық тараптар арасында ашық байланыс орнатуға ықпал етеді. Жұмыстарын көрсету жағынан, әдетте оқушылар өз жұмыстарын құрылған портфолиодан ұсынады. Онда жетістіктері де, қиындықтарға тап болған тұстары да қамтылады. Мақсатты қоя білу. Оқушылар болашақтағы оқу және даму мақсаттарын айқындауға белсенді қатысады. Бұл жерде мұғалімнің рөлі қандай? Мұғалімдер әңгімеге бағыт-бағдар беріп, оқушыға қолдау көрсететін фасилитатор рөлін атқарады. Ата-ананың қатысуы рөлі. Ата-аналар тыңдап, сұрақ қойып, баласына қолдау мен жігер береді. Түйіндеп айтқанда, бұл конференция оқушыларды өз білімін алу процесінің белсенді қатысуына айналдырып, өзін өзі тану қабілетін, қарым-қатынас дағдыларын және өз оқуын терең түсінуін дамытуға мүмкіндік береді. Балаңызға күнде қойылатын сұрақ жай ғана мектептегі күнің қалай өтті дегеннен гөрі мынандай сұрақтар қойсаңыз деп бізге тізім берді. Сезімдер туралы. Бүгін сені қуантқан бір нәрсе болды ма? Бүгін сені мұңайтқан бір нәрсе болды ма? Бүгін жасаған бір ісің туралы айтшы, ол сені мақтандырды ма? Неге олай ойлайсың? Достық туралы. Бүгін сені кім күлдірді? Бүгін кіммен ойнадың? Әлі дос емес, бірақ дос болғың келетін біреу бар ма? Оқу барысы туралы былай сұрауға болады. Маған бүгін сен үйренген бір әнді үйрете аласың ба? Оқыған немесе тыңдаған бір әңгімеңді айтып берші. Бүгін білген, бірақ кеше білмеген бір нәрсеңді айтшы. Сыныптағы ахуал туралы былай сұрауға болады. Үзілісте қандай ойындар ойнадың? Ертең ең көп күтетін нәрсең не? Бүгін біреудің мейірімді немесе мейірімсіз әрекетін көрдің бе? Норвегияда тағы бір таңғажайып және ерекше құбылыстардың бірі иттердің өз академиясы барын білдіңіз бе? Білмесеңіз, онда тыңдаңыз. Мектебіміздің жаңа ғимараты топ дог, яғни топ ит деген иттерге арналған академиямен бөліседі. Ол иттер балаларымызға ешқандай қауіп төндірмейтіні айтылды. Себебі мұнда адамдар иттерін кешкі 5 пен 8 аралығында әкелетіндіктері айтылып, жүрегіміз орнына түсті. Ғимараттың иесіне ашық диалог кезінде бұл академияға басқа ғимарат іздестірулері керектігі мектеп әкімшілігі айтыпты. Презентацияның соңында ата-ана толтыруы қажет қағаз үлестірілді. Онда баланың қай жерде дүниеге келгені, ата-анасы қай жерде дүниеге келді, үйде қай тілде баламен сөйлесетінімізді, баланың туған күні, қандай заттар, тағамдарға аллергиясы бары, бала үйіне қалай жететіні, автобуспен ата-анасы өзі алып кететіні, немесе сабақтан кейінгі қосымша сабаққа қалатыны көрсетуіміз қажет еді. Содан соң біз кішкентай балаларымызбен орнымызбен ауыстық. Яғни балаларымыз өздерінің сыныптарына келді, ал біз қосымша сабақ болатын сыныпқа барып, барлық сұрақтарды, ішінде қандай үйірмелер барын барлығын тыңдадық. Альбина апайы бізгерге мектептің ішін көрсетіп келе жатыр. Жаңа мектептің іші құтты болсын. Шашу шашатын екен. Жаңа мектепке шашу. Ашық есіктер күні бірге еріп барған Тамирис апасы осы мектепті бірге қарап, өзінің сыныбында тауып, алдын ала біздер сыныбының ішін қарап, оның да Эмили атты мұғалімімен таныстық. Ана жерде отырады.
for your pens. Yeah. That is coming together slowly. Yeah.